Сәлеметсіздер ме, балалар? Сабақтың тақырыбы жүр, думанға барайық. Сабақтың мақсаты таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Жаңа сөздер: жарайды, демалыс күні, қыдырамын. Жарайды, демалыс күні, қыдырамын. Жаңа сөздердің аудармасына назар аударайық. Жарайды, демалыс күні, қыдырамын. Оқылым: мәтінді оқы. Алақай, ертең демалыс. Әлібек, демалыс күні сен не істейсің? Мен демалыс күні қыдырамын. О, қандай тамаша! Сен қайда қыдырасың? Мен думанға барамын. Сен ертең қыдырасың ба, Саша? Жоқ, мен досыммен доп ойнаймын. Саша, ертең думанға барайық. Жарайды, барайық. Келесі тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. 110-шы бет. Әлібек, ертең не істейсің? Саша, ертең не істейді? Әлібек Сашаға не деді? Саша не деді? Балалар, сұрақтарға жауап берейік мәтін бойынша. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше әрқайсымыз өзіміздің жауабымызды тексерейік. Әлібек, ертең не істейсің? Әлібек демалыс күні қыдырады. Саша ертең не істейді? Саша досымен ойнайды. Әлібек Сашаға не деді? Саша ертең думанға барайық деді. Саша не деді? Жарайды, барайық. Жақсы, балалар. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма. 110-шы бет. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Мын, мыз, сың, сыңдар, ды қосымшаларын тиісті жерге қойып жазамыз. Жарайсыздар, балалар. Ендеше өзіміздің жауабымызды тексерейік. Мен ертең қыдырамын. Сен бүгін қыдырасың ба? Ол ертең қыдырады. Біз ертең қыдырамыз. Сендер қыдырасыңдар ма? Олар қашан қыдырады? Жарайсыздар, балалар. Ендеше үйге тапсырма. 4-ші тапсырма 112-ші бет. Суретке қара. Жүр сөзін кірістіріп, сөйлем жаз. Үлгі: Әлібек, жүр, доп ойнаймыз. Жақсы, балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.